Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы домбыра деп аталады, балалар. Домбыраны білеміз бе? Ол қандай аспап? Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Мынау домбыра. Мен домбыра тартамын. Екінші тапсырма. Тыңда, қайтала, үлгі бойынша айт. Мынау домбыра. Мен домбыра тартамын. Мынау қобыз. Мен қобыз тартамын. Үшінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Мынау домбыра. Мен домбыра тартамын. Маған домбыра берші. Міне, ал. Төртінші тапсырма. Бастыр. Балалар, мына берілген сызықтарды жанындағы қарындаштың түсімен бастырып сызамыз. Балалар, сіздер де осылай әдемі етіп бастырды деген ойдамын. Қанекей балалар, біраз сергіту жасайық. Қолымызда шаршаған шығар. Саусақтарымызға жаттығу жасайық. Оң қолымда 5 саусақ, сол қолымда 5 саусақ. 5-ке 5-ті қосқанда болады екен 10 саусақ. Жаза саусағым әлсіреді, шаршады. Оңға солға бұрамыз, сосын қайта жазамыз. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.